Тағат мырза, енді бұл жерде біреулер енді заңға сүйене отырып өз мүдделерін ойлап отқан жоқ па? Жаңа айтып өттік қой, пилоттық жоба тек дәріханалар желісінің арасында өткізілген екен. Мысалы, бізде үлкен-үлкен дәріханалар желісі бар, оның ішінде Еурофарма бар, иә? Мысалы, ондай үлкен дәріханалар желісінің артында Forbes тізіміне енген кілең байлар тұр. Солардың бір ықпалы бір болды деп ойлайсыз ба осы заңда? Бұл жерде пилоттық проектке қатысқандардың барлығы наразылық айтып жатыр. Мысалы үшін, у президента осында несі бар ғой, емханасы. Соның ішінде дәріхана бар. Соның ішіндегі жаңағы заведующий өз наразылығын айтқан. Сұрақтарына жауап аламады. Бірақ та сол мен онлайн режимде қатысқам сол совещанияға. Сұрақтарым бар, оған жауап алған жоқпын. Әрі қарай қалай болады, не болады, біз дайын емеспіз ғой деген кезде, сен аты жөнің кім, қай жерде істейсің, кімсің, сөйтіп қорқыту, үркітумен ғана бітті. Енді ол административтік күшке сүйене отырып, мысалы үшін, бәрін аузын жауып беру деген дұрыс емес қой. Енді жаңағы сіздің сөздің төркінін түсініп отырмын. Бұл бірнеше инструменттің ішінде өте эффективті инструмент деп айта аламын. Біріншіден қараңыздар, бізде ең шек бағаларды орнатқан өндіретін мекемелерге ортасында делдал жаңағы көтерме сауда орнына және дәріханаларға. Үшеумізге үш графамыз бар. Мысал үшін дейік. Бір дәріні 1000 теңгеден артық өндіруші сата алмайды дейік. Әрі қарай енді пайызын қарайтын болсақ, 80% ортадағы делдал қоя алады. 1800 теңгеге ол бізге сатылады. Енді біздің бағамызды 2100, 2000 бір нәрсе деп қоя салады. Сонымен қараңыздар, орта жолда ең көп пайда көретін кім? Ол делдал. Ол делдалдар қазір не істеп жатыр? Олар қазір өзінің розницаларын ашып жатыр. Осы бұйрықтың арқасында емес па? Олар пайданың үстінде қалып, сол ақшаны үнемдеп қазір олар дәріханаларды ашып жатыр. Оның артында жатқан үлкен саясат. Қазіргі таңда егер енді ол халқымызға тиімді ғой, ол арзанға түседі ғой деп есептейтін болсаңыздар, кішкентай дәріханалар конкуренция болмағаннан кейін, олар монополист болмағаннан кейін, биліктің қолын қайырып, бізге осынша миллион төле, немесе біз баға көтереміз деп шантаж жасауы мүмкін. Ол енді нарықтың заңдылығы, оны біле тұра, көре тұра, билік үндемей оларға жақсы жағдай жасап беру бізді алаңдатады. Сондықтан біз қазір бәріміз бірігіп жатырмыз. Ең бірінші, ол әрине біздің халқымыздың қамы. Екіншіден, өзіміздің пайдамыз. Оны жасырмаймыз, біз пайдасыз қаламыз. Ертең біз жабыламыз. Ертең біз миллиондаған алған кредиттің бәрін кім өтейді? Ертең біз банкрот болып шыға келеміз. Осыған мемлекет дайын ба? Біз осы мәселе бойынша кеше тағайындаған Қанат Нуровқа шығамыз, ертең керек болса президентке де шығамыз. Былай қазіргі таңда жұмыс топ құрып, депутаттармен кездесіп, солармен бар жан айқайды жеткізіп жатырмыз. Олар түсініп жатыр біздің жағдайымызды. Енді қандай депутаттық сауал керек, қандай заңға өзгеріс керек, соны дайындап әкеңіздер, біз әрі қарай қарасайық деп осындай мәмілеге келдік олармен. Депутаттармен ғана ол. Басқа билігі қолында тұрған ол үкімет, ол президент, соларға біз жеткізуіміз керек. Жаңа дәріхана иелері енді айтып жатыр ғой, жаңағы біз дайын емеспіз деп, 2 айда дәрілерді таңбалау басталады. Бір жыл бұрын ескерттік дейді. Бір жыл бұрын да жаңағы алдын ала ескертіп, сондай жұмыстар жүргізілді ме? Ескерткен ол былай тұрсын, ескерттім екен деп әрі қарай зеден басып бізді әрі қарай қинай беруге болмайды ғой.
біздің Қазақстанда дәріміз көрші елдердің бағасымен салыстырған кезде әлдеқайда жоғары. Осын неде, соны неге зерттемейміз? Мемлекет болып, біз болып, бәріміз отырайық. Неге біздің мынау бір қазір айтсам ол реклама болып келеді, препаратымыз Россияныкінен 2 есе қымбат, Турцияда неге қымбат, Қырғызстаннан неге қымбат, Өзбекстаннан неге қымбат деген сияқты сұрақ қояйық бір өзімізге. Сосын соның несін табайық. Астында не жатыр? Неге баға көтеріп жатыр? Әлде сыбайластық па? Әлде мемлекеттің өзіне қате бар ма? Неге жаңағы дәріні тіркеуге апарған кезде басқа елдерде ол 10 мың, 20 мың теңгенің аясында болса, біздікі миллиондап саналады. Нелер зерттейтін затымыз көп. Халқымызға жағдай жасауымыз керек. Халқымыз қымбат нені тұтынмау керек. Сапасы жақсы болу керек, бағасы арзан болу керек. Осымен мемлекет айналысу керек. Бізбен дәріханалармен айналысып, бізбен айқасып, бізді құртамыз, жоямыз деген мақсат қоймай, ал дәрілердің бағасын түсірейік. Әрі қарай бизнесті өркітіп жақсы әкету үшін қандай жағдай жасайық деп сұрамайды ма? Біз бәріміз жайып саламыз, осылай істесек былай болады, былай істесек былай болады деген сияқты ұсыныстарымыз да бар. Осыдан 2 жыл бұрын, 2 жыл бұрын 32 пункттан тұратын өзім нелерімді жібергем, ойларымды жібергем. Сол кезде жауап алғанға әрине оны келешекте көре жатамыз деген сияқты жауап алдым. Бірақ та қазіргі таңда министрлік тарапынан көріп отырмын, сол айтылған 1-2 пунктты алыпты. Енді ол да жақсы. Енді бұның бәрі кіші дәріханаларды жойылу үшін жасалынып жатыр деп санайсыздар ғой. Сондай ой келеді, иә. Мысалы үшін бізде Астананың өзінде крупный оптовый компания бар, көтерме сауда орны емес, ол компания ғой. Солар осы уақытқа дейін 50 дәріхана ашты. Жылдың аяғына дейін 250 тағы да ашамыз деген сондай сыбыс бар. Ол осы уақытқа дейін 3-4 жылда олар 50-ін ашып әзірдегенде. Енді бір қанша айғады? 8-9 айған кезде 250 ашаламыз деген сондай сенім қайдан пайда болып отыр. Олар білет қазір шытырлап бірінен соң бірін біз жабылып қалатымыз, сосын олар біздің орнымызды аламыз деп соған үміттеніп отыр. Өзі Астанада 800-ге жуық дәріхана бар. Осы енді маркировка енгізілсе, дәрілер бағасы шарықтайды деп отырсыз, қанша пайызға шарықтауы мүмкін? 5%-дан бастап жоғары. Енді сосын қараңыздар, мынау Қазақтелекомның астында ТО ашылып отыр ғой, соның дочерний компаниясы. ТО цифровизация бір нәрсе деген аты, ұмытып тұрмын қазір. Былтырлары мынандай сыбыс болды, әр препаратқа 2 теңгеден астам ақша төленеді оларға деп. Кейіннен олар жоққа шығарды, қазір оның барлығы төлемсіз болады, ол ақшаны қайдан алып алдыңдар деген сияқты, қайдан алдыңдар деген сияқты айтып жатыр. Бірақ бәріміз түсінеміз, біз нарық заманда өмір сүріп жатырмыз ғой, ешкім төлемақысыз жұмыс істемейді. Енді ертең жалақын қайдан алады, ертең басқа да нелер жағдайлар қалай істейді олар, жұмысты қалай жүргізеді. Олар бізден әр препарат өткен сайын, таңба өткеннен кейін біз сатқан кезде келешекте ақша алатын болады. Ол 1 жылдан кейін ба, 5 айдан кейін ба, әлде 2 айдан кейін ба, оны бір құдай біледі. Олардың өздерінің ойларына не келіп, соны сол кезде істейді. Қазір таңда олар айтып отыр, оның барлығы тегін деп. Мынау госзакуп деген сайтты алыңыздар, мемлекеттің. Кезінде тегін болды, иә. Ал қазір төлеп неге қатыса аласың? Мемлекеттік сатып алу нелеріне қатыса аласың. Бұл жерде ақша жүреді. Оның барлығы дәрінің несі қымбаттауына әкеледі. Біз дәріні арзандататын жолын жүру керек. Олар дәріні қымбаттататын жолын тауып жатыр.